Ойбай-у, қыздар, мына кереметті қарасаңыздаршы, балаларыңызға магазиндегі траншир маргаринге толы зиянды печеньені бере бермей, арасында хотя бы осылай өздеріңіз бір қамырдан 3 түрлі печенье жасап таң қалдырыңыздаршы, риза болып қалады ғой. Ал ендеше кеттік. Мен қолымды майға, ұнға былғамай-ақ бірден осылай песочный тестіні блендерге салып илеп аламын. Бірінші ұн мен сары майды жақсылап араластырып, крошка жасаймыз. Одан кейін қант, жұмыртқа қосып, тағы да жақсылап илейміз. Мына блендер енді рахат қой, қыздар. Қолымды ешқандай былғамай-ақ жұп-жұмсақ қамырымды илеп берді. Бұл үгітілмелі қамырды тіпті сметаник, творожник пирогтарына да қолдансаңыздар болады. Мінекей қамырдың жартысына какао қосып, осылай 2 түрлі етіп дайындап алдым. Одан кейін шоколадный тестіні 20 граммнан бөліп, осылай печеньемді дайындап 15 минутта пісіріп аламыз. Келесі менде осындай 4 бұрышты формадағы печенье және де осы қамырдан үстіне начинка салып та жасауға болады. Мына жерде қаймақ, творог, кез келген үйден табылған жидектер және де қант қосып жақсылап араластырып алдым да осылай құйып алып пісіріп алдым. Өте керемет, үшеуі де дәмді болып шыққан. Қыздар, жасап көріңіздер. Төменде грамдары жазылған, жұп-жұмсақ болып шыққан ғой. Енді қазанның түбінде қуырып пісіріп тұрмайтын оңай тамақ жасай салайын деп алдымен фаршты осылай комбайнымда өткізіп алдым. Осындай 3 түрлі сеткасы бар және де көкөністерді керемет етіп турап беретін осындай 3 түрлі насаткасында картошканы осылай жұқалап турап алдым. Немесе осындай комбайнның дискісіне де салып турауға болады. Күштілеп тез-тез турап береді ғой. Және де пиязы да осылай турап алдым. Пиязы да күштілеп турап берді, қыздар. Енді осылай мен форма төсеп алдым. Кез келген формаға салсаңыздар болады. Бірінші картошка, тұз және де майонез септім. Одан кейін жаңағы фаршымнан төсеп алдым. Бұның да үстінен дәміне қарай тұз, бұрыш, майонез қосып, жақсылап осылай бір-бір вилкамен араластырып береміз. Және де үстінен пиязы төсейміз, қызанақ қоямыз және де 180 градуста шамамен бір 40 минуттай пісіріп аламыз. Пісуге жақын қалғанда үстінен ірімшікті себелейміз. Ірімшікті де мен комбайнның насаткасынан тез-тез өткізіп алдым. Қыздар, шынымен мына комбайн рахат болды ше. Өзімен бірге осындай коктейль, смузи, неше түрлі соустарды дайындай беретін блендерді қоса жүреді ғой. Осылай тез-тез дайындап ішіп алдым. Ол ма, қыздар, нағыз біздің қазақтарға керегі осы қамырды илеп, қамырды жайып беретін жағы керемет екен да. Бешбармақ мантыға енді идеальный етіп жайып береді. Қараңыздар, кеспен де кесіп беретін насаткілер бар. 2 түрлі формада жұқалап осылай ірілеп, нан салмаңызды. Әсіресе ана полуфабрикат жасайтын қыздар алып алыңыздар. Бағасы да енді аспандағы айды сұрамайды, қолжетімді баға. Және де комбайн заказ берген әрбір жанға дәл осы менікіндей жаңағы песочный тестіні да илеп көкөністерді кескен осындай блендер, 12 насаткіден тұратын блендер сыйлыққа жіберіледі ғой, қыздар. Как раз 24 айға бөліп төлеу басталды. 1 жыл гарантиясы бар. Төменде қосымша толық ақпаратты жаздым.